Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Milli telekanalında haberler, studiyada men Abdulla Ajosman çalışan. Судак районунун Капсхор көйүндө янгын жүз берди. Кырым көпүрдүн темир жол кемери ялдав тертибатына жүкленмек үчүн азырлана. Алиме Абдинанова мектеби 4 миллион рублелик дерстиклер эле темин этилежек. Кырымдын Тархан-Кут көйүндө кечирилген Экстрим Крым адлы рахбетли фестиваль сонуна жетти. Ахмежитле Эмин Сефершаев Юнан-Рома күреши боюнча юниорлар ара дүйнө биринчилигинде тунч сай болду. Бу видигер вакаларны биздин менибизде сейретиңиз. Судак районунун Капсхор көйүндө янгын жүз берди. Янгындын мейданлыгы 50 гектарны тешкил этти. Алев хаялы ерлерге даркалды. Февкулада вазиет назирлигинин хадимлери дагы янгыннен күрешмеге девам этелер. Янгынны амфибия B-200 учағы сөндүрө. О 12 сания девамында 12 тонна сувны ала биле. Бу амелиятта учакка да 4 махсус вертолет ярдым эти. Шымдыкы вакытта энди 67 кере су септирилди. Янгынның себебі УАЗ автомобилінің алевленуы олды. О белгісіз себеплерден янып башлады. Янгын құру отта тез дарқатылды. Полис ветақиқат хадимлері шымдық қазанын себеплеріні белгілейлер. На сегодняшний день на тушение данного пожара задействовано от системы РСЧС 386 человек, 43 единицы техники, от МЧС 254 человека и порядка 40 единиц техники. Меселе Крым Жумхуриет боюнча Русия Февкулада вазиет назирлиги баш идаресынын незаретинде болуна. Шымдыкы вакытта янгын таркатылмамасы үчүн бу массив территориясында коруу иштери алып барыла. Только благодаря совместной, плодотворной и оперативной работе всех экстренных служб пожар удалось вовремя остановить. Куртарыcılar буюк дах массивы территориясыны куртардылар. Зарар көргенлер ве яраланганлар жок. Ратлық күнлерінде энергетиклер вақытынша электрика сондырылуы графикны екі кере кірсеттілер. Бұл yüksek вольтлы ағылардаки ағырлық или бағлы еді. Оның себебі аномаль sıcaqlıq ile bağlı. Енді бір қач күнден белі Қырымда ава арареті иклим нормасından 7 градусқа зияды. Сакинлер фаль шекілде кондиционерлеріні құланалар. Тамам бұл себептен сондырылулерге yol берді. Синоптиклер айтқанына көре, более sıcaq авада бір афта девам етежек. Вернадский адына Қырым Федерал университетінің ректоры Сергей Донич оз істегі бойынша иштен кетмек ақта ариза язды. Ректор вазифелеріні Фалалаев Андрей Павлович эда етежек. Бұл малюматны Россия Федерация тасил назилегінде тазықладылар. Қырым көпірдің демір жол кемері ялдав тертибатына жүкленмек үчүн азырлана. 6.000 тоннаны тешкіл еткен көпірдің кемер қысымы япылған ерінден алынды. Анда о бір ел девамында топланды. Құржылар кемерні 90 метр месафеге чекелер. Бұл қиын иш яваш-яваш геже ве күндіз бежерлі. Иншаат бақу ферлеріні, кабель ағыларыны, суварықларыны елдірімдан қорчалавы назарда тұта. Бұндан да қайры көпірдің кемерінде мимари ярықланув олыжақ. Бүгін Ахмежит шеерінің мемориятында жемиет огынде дінлевлер кечірілді. Крымская роза территориясында планлаштырылув весінір ланув лейхазы музакире етілді. Украина девірінде бұл топрақлар оз башына запт етілген еді. Бір қаш ел девамында Киевска соқағындан Абдал мезарына же онлар же бұйық евлер, атта санайы базалар қорылды. Топлашув кетішатында оны топрақ мафиясы бозмаға тырышты. Амма полис хадимлері боле шейлерге yol бермеділер. Шер сакинлері рей берув кечірділер. Эксери рейлерге көре Крымска роза лейхасы амелге кечірлі вақта қарар қабыл етілді. Енді бұл ерде яны бұйық микрорайон құрылacak. Очень важно для города было одобрить данный проект. Мы это и изначально декларировали, потому что там есть и республиканский проект Дворца водного вида спорта, и 2 объекта ФЦП, и достаточно серьезная комплексная застройка города. Ну, всех, кто, скажем, поддерживал наших оппонентов, могу сказать, что вот сегодня все услышали от руководства застройщика, что они будут индивидуально работать с каждым
кто имеет там жилье. С нашей стороны мы действуем в рамках закона. Украина сакины озымы қорчалайым деп арби едеклеріні Қырымға кірсетмеге тырышты. Бұл вақытта Қырым бойынша Русия федераль қавсызлық қызметінің матбуат қызметінде хабар етілді. Гумрюк бақуы кетішатында машинада 8 мм-лік ұзынлықта газ пұштавы үшін 11 патрон тапылды. Кривой Рог адлы шерінің сакины айта ки о иш адамы оларақ силяны оз қорчалауы үшін сатын алдым деп аңлата. Қайдетме керек ки елінің башындан Қырым сыныржылары сынырда 30-дан зияды инсаны силя еле тоқтаттылар. Қырым халқларын тіллерінде нешір етілген әдебиятқа 700.000 рубле зияды масраф етежеклер бұл вақытта Devlet Milletler Ара комитетінде білдірділер. Енді китаплар нешір етілуіне 2.200.000 рубле айырылacak. Бұндан қайры медиа меркез нешірлерінде дерч етілген язжыларға мөйлиф үжреті берілежек. Объем финансирования на сегодняшний день составит 2 миллиона 200 тысяч рублей, и до конца года на эти средства будет выпускаться литература именно на языках народов Крыма. И второй очень важный момент, мы ввели то, что очень давно ждали наши писатели, наши авторы, это систему выплаты гонораров за свою работу, за свои труды. МД медиа мерkezде көз етушырасын рейсі тақдим етілді. Бұл Қырым Мөдеслік педагогик университетінің ректоры Чингис Якубов olacak. Намзетке медиа мерkezдің хадимлері язжылар ве Ильмир Баплар қол тұттылар. Работа медиацентра в последнее время набирает обороты. Мы видим позитивную динамику, мы видим, какое количество изданий сегодня выпускается. В этой связи я бы, конечно, хотел выразить и огромную благодарность Зауру Руслановичу Смирнову за его регулярное желание финансировать, желание продвигать все эти проекты. Медиа мерkezдің көз етушырасы Эльмира Черкезованың Қырым татар ресамлары, Амели Суслю санат ұсталары ве мимарлар ақта китабының тиражыны чоқлаштырмақ ақта қарар алды. Бұндан қайыры 2017 сене девамында Фези Якубовның «В поисках эликсира возрождения» серлевалы китабы ве арби учыжы Эмир Усин Чалбаштың «Крылья вырастают в небе» хатырлаулар китабы нешір олынacak. Ахмежитнің Борчоқрақ микрорайонында ерлешкен Алими Абдинанова адыны ташыған 44-й санлы мектеп 4 миллион рублелік дерстіклер или темин етілежек. Сатын алынған китаплар 1-11 сыныфларға қадар дарқатылacak. Умумен яны мектеп үшін аман-аман 11 бинге яқын дерслік сатын алынacak. Мектеп земаневи донатма или донатылған. Мектептің іші районда уч умум тасил оқув мөсенің ішіні енгілештірежек. Құрманда Невбеттегі новая формация адлы регион ара жеме тешкілаты açıldı. Бұл енді ярымадамызда 9-й бөлік. Филиалының елбашылығыны Сейран Сейдалиев бойнына алды. Açılып мерасимде тешкілатын векілері районда ерлешкен уч мектепке 30.000 рублей миқдарында бақшы шәретнамелеріні тақдим еттілер. Новая формацияның мақсады иш адамлардың малиеви ярдымы или тешкіл етілді. Это и законотворческие инициативы, это и защита бизнеса, потому что на сегодняшний день предприниматели не только Республики Крым, но и всей страны сталкиваются с достаточно серьезными проблемами и с точки зрения давления со стороны контрольно-надзорных органов, и с точки зрения взаимодействия с органами государственной власти. Вот наша организация призвана, на самом деле это не новая идея, но у нас есть такой посыл, который позволяет все-таки предпринимателей сплотить, объединить именно в рамках нашей организации. Бүгін Украинка ве курсы көйлерін сәкінлері, карьерлерінің реберлері ве ерлі мемурлар или көріштілер. Инсанлар мұражатлар язып, арабалар қатнавының маршрутаны деніштірмеге тек күндіз çalışмаларыны суваров графикыны тайынлемеге ве yollar вазиетіні ғайырыдан тіклемеге талап етелер. Все перенесено на четверг, уже на поселке у нас они скажут окончательное решение, как будет произведен ремонт дороги, когда они сделают тротуар, будет ли это к новому учебному году или нет. Вот все осталось, опять же, в подвешенном состоянии. Қырымның Тарханкут көйінде кечілген Экстрим Крым адлы рахбетлі фестиваль сонына етті. Қара Аджы көйінде сонки концерт кечті. О ғалиплер мүкефатлануы еле башланды. Бұйық санада смысловые галлюцинации ве рекорд оркестр деп атанған рок тақымлары
оз чықшылар иле қуандырдылар. Бұндан қайры қара ажы көйінде Куба инқилапчысы Фидель Кастроға бағышланған 2 метрлік абиде тікленілді. Оның ұстынды ғалибе бұ себаттыр деген ибаре yazылған. Бұл сене фестивалінің июлінің 19 санындан августың 6-сына қадар девам етті. Кележек сене бұл фестиваль 3 ай девам етежек. Бақчы сарайының меркези мейданында Татарстан Cumhuriyeti'nin Созвездие Yıldızlık Serlevалы Gençler Festivali lauреатларының иштираки ile концерт олып кечті. 20 зияды иштиракчы эстрада санатында оз ұсталығыны нумайыш еттілер. Татарстандан келген мұсафирлер мына бойле шын мұйытты қырымлыларыны селямладылар. Бақчысарай сәкенлері үшін бұл концерт ахихи байрамға чеверілді. Сегодня мы будем петь песню «Нарисуй». «Нарисуй» — это Игоря Крутого. Да, это очень такой заводной трек, и мы надеемся, что мы заведем зал. Созвездие Yıldızlık Serlevалы Gençler Festivali büyükten büyük icadi ve cemiyet leyhasıdır. Festival geçirilgeni sebebinden Tatarstан Cumhuriyeti'nin balaları geniş seyirciler dairesi o günde çıkışta bulunabilecekler. Olar icadi cihetten mükemmelleşecekler. Her yıl tedbirde 70'ten ziyade bala iştirak etti. Мне кажется, это прикольно и выступает много молодых артистов. Konser programmasına Ulu Vatan Cenkinde Galibe'nin 70 yıllığına ve halklar dostluğuna bağışlanған icadi çıkışlar kirdiler. Festivalinin laureatları ile beraber bir sanada Kırım Tatar vokal ve oyun ансамбльleri çıkışta bulundular. Созвездие, которое действительно сегодня развивается и довольно таком на высоком уровне, хотелось бы им пожелать творческих успехов, развития, ярких побед. Ну а мы, наверное, в свою очередь постараемся зрительскими аплодисментами сказать огромное спасибо нашим гостям. Bu akşam hem festival iştirakçıları hem de seyircileri yırladılar ve oynadılar. 3 saat devam etken gala koncert bayram salutu ile yekünlendi. Safiye Şukurova, Sevilya Memetova, Ivan Yevdokimov, Millet üçün. Ахмежитле Эмин Сефершаев Юнан-Рома күреші бойынша юниорлар ара дүния біріншілігінде түнч сайбы олды. Русия жима тақымында 55 килогажы чекі категорияда Қырым сакины 3-ші ерні қазанды. Ярыш августың башында Финляндияның Тампер шеерінде өткерілді. Яз девамында бойынды 2-ші халқара севелекі бұйық қалебедір. Москва вилайеті Ястребки шеерінің спортив базасында Парижде кечежек спорт күреші бойынша дүния чемпионатына азылануының сонки басамағы башланды. Ярыш августың сонында кечірілежек. Тедбірде емді судақ сакины Ленур Темиров дәвет етілді. Оның чеки категориясы 59 килогажы. 3 дефа Украина чемпионы 2012 сене Олимпик ойынларын иштиракчысы. Спортив күреш бойынша Қырым Cumhuriyeti yolbaşçысы Сергей Аксенов адына Умум Русия турнирінің ғалибы. 2017 сенесі Русия чемпионатында 5-ші ерні қазанды. Ястребки шеерінде топлашув августың 19-на қадар девам етежек. Бұл нұқтада яйнымыз сонына еті бізі мұхберлеріміз яны малюматлар өзерінде енді чалышмақталар. Невбеттегі рус тіліндегі хаберлеріні меслікдешім Асан Абибулаев алы баражақ. Оларны қачырманыз, көрішмек үзірем, салқыне қалыңыз.